Қайырлы күн, құрметті трейдерлер. Апта соңы бүгін 2026 жылдың 19 маусымы жұма және әлемдік қаржы нарықтары аптаның соңында сауда күнін Федералдық резервтік жүйесінің шешімдерімен, орталық банктың өкілдерінің мәлімдемелерімен және жаңа экономикалық деректерді бағалаумен қарсы алуда. Апта өте оқиғаға толы болғанын айта кету қажет және оның нәтижелері маусым айының қалған белгісіздік нарықтық көңіл-күйге әсер етуі мүмкін. Осы аптадағы басты оқиға әрине ақш Федералдық резервтік жүйесінің мөлшерлемені өзгеріссіз қалдыру туралы шешімі болып қала береді. Сонымен қатар реттеуші инфляцияға қатысты сақтық ұстанымын сақтап отырғанын тағы да растағанын айта кетейік. Нарық қатысушылары ФРЖ мөлшерлемелерді төмендетуге асықпайтынын түсініп отыр. Ал бұл доллар үшін маңызды қолдау факторы болып қала беретінін айта кетейік. Дәл сол отырыстан кейін бізде Кевин Уорш жалпы есебімен айтқанда баспасөз конференциясы барысында ешқандай да бір енді қаржы несие саясаты өзгеретініне бір ақпарат бермегені бізге мәлім. Сондықтан енді Америка Құрама Штаттарында болатын инфляциялық жағдайды және жалпы есебімен ақша несие саясатын әрмен қарай біз сіздермен мұқият қадағалап отыратын боламыз. Енді әрмен қарай біздің тақырыптарға асықпай көше беретін болсақ, біз көріп отқандай бүгінгі сауда сессиясы барысында доллар бүгінгі жергілікті максимумдарға, яғни 101,1 деген көрсеткіштерге жетіп отырды және бұл көрсеткіштер ең максимум болмай қалуы да мүмкін. Онымен қарай әрі қарай өсуі де мүмкін деген сөздер естілуде дәл қазір. Инвесторлар ФРЖ мәлімдемелерін талдауды жалғастыруда және ақш экономикасының басқа дамыған елдерден салыстырғанда әлдеқайда тұрақты екенін айтып өтіп жатыр. Кеше бірнеше федералдық резервтік жүйесінің өкілдері инфляция соңғы айларда баяулағанына қарамастан баға қысымының толық жойылмағанын айтты. Олардың пікірінше мөлшерлемелерді төмендету туралы шешім қабылдау үшін қосымша дәлелдер қажет. Бұл мәлімдемелер нарықтағы күтулерге әсер етті. Егер көктемде инвесторлар бірнеше мөлшерлеме төменделуін күтсе, қазір олардың басым бөлігі әлдеқайда сақ болжамдар жасап жатқанын айта кету қажет. Алдағы келе жатқан уақытта геосаяси жағдайларға байланысты, жалпы есебімен америкалық экономиканың жағдайына байланысты бұл жағдай тағы да өзгеруі мүмкін. Еуро-долларды айта кететін болсақ, әдеттегідей америкалық валютаның күшеюі еуроға әлдеқайда бір қысымды білдіреді. Сондықтан көреміз енді қандай жағдайлар әрмен болатынын. Еуропалық экономикадағы әлсіз өсім мен ақштағы жоғары мөлшерлемелер арасындағы айырмашылық инвесторларды долларды таңдауға итермелеуде. Сонымен қатар кеше жарияланған еуро аймақтың өндірістік белсенділігі жөніндегі алдын ала көрсеткіштер өнеркәсіп секторындағы қиындықтарды әлде сақталып отырғанын көрсетті. Бұл орталық еуропалық валютаға қосымша қысым түсірді. Сондықтан әзірге бұл жағдай бізге мәлім, яғни күшті доллар дегені әлсіз евроны білдіреді. Ұлыбританиялық валюта туралы айта кететін болсақ, кеше Англия банкі мөлшерлемені өзгеріссіз қалдырды және инфляция тәуекелдерінің әлі де жоғары екенін мәлімдеді. Реттеуші экономиканың баяулау белгілеріне қарамастан баға тұрақтылығы басты басымдылық болып қала беретінін тағы да бір рет атап өтті. Бұл шешім фунтқа белгілі бір қолдау көрсететіні сөзсіз анық. Доллардың жалпы күштілігі фунт-доллар жұбының айтарлықтай көтерілуіне мүмкіндік бермейді. Жаңа біз айтып өткендей, күнделікті брифингтер барысында біз үнемі айтамыз, жалпы еуромен қандай жағдай болып жатса, дәл сондай жағдай жалпы есебімен фунтқа да қатысты екенін мүлдем ұмытпау қажет. Мұнай нарығында құбылмалық жоғары күйінде сақталуда. WTI маркалы мұнай аптаның басындағы төмендеуден кейін біртіндеп қалпына келе бастады. Инвесторлар әлемдік сұранысқа қатысты болжамдарды және таяу шығыстағы жаңалықтарды бағалауды жалғастыруда. Халықаралық энергетикалық агенттік осы аптада жарияланған баяндамасына әлемдік мұнай тұтынуының өсу қарқыны баяулауы мүмкін екенін атап өтті. Алайда геосаяси тәуекелдер нарыққа қолдау көрсетуді жалғастыруда. Кейбір сарапшылардың пікірінше мұнай бағасы қазіргі деңгейлерде тұрақтануы мүмкін, бірақ кез келген күтпеген геосаяси оқиға жағдайларды тез өзгертуі ықтимал. Дәл осы орайда енді кішігірім геосаяси жағдай туралы да айта кету қажет. Себебі Америка Құрама Штаттары мен таяу шығыс арасындағы келіссөздер сәл баяулап бара жатыр. Осы екі мемлекет арасында меморандумға қол қойылғанына қарамастан бүгін
Швейцария елінде жалпы бетпе-бет кездесу өтуі тиіс еді, бірақ бұл бетпе-бет кездесу іске аспады, болмай қалды, иә. Келісе алған жоқ. Бұл әрине де мұнайдың бағасын күрт өзгертпесе, кем дегенде оның әсері болатыны сөзсіз анық. Дәл сол әсері қандай болатынын бірге тамашалаймыз енді, әрмен қарай келе жатқан келесі апта барысында. Жапон иенасы тағы да нарықтың назарында. Доллар иена жұбы жоғары деңгейлерде қалып отыр, және инвесторлар Жапония билігінің ықтимал әрекеттерін бағалауда. Осы аптада бірнеше жапон шенеунігі ұлттық валютаның әлсіреуін мұқият бақылап отырғанын мәлімдеді. Алайда нарық қазірге нақты интервенция қаупін көріп отырған жоқ. Сондықтан ақш пен Жапония арасындағы кірістілік айырмашылығы иенаға қысым көрсетуді жалғастырып жатыр. Жалпы кез келген біз сіздермен валюталық жұптарды алатын болсақ, кез келген валюталық жұптар жалпы есебімен айтқанда біз көріп отқандай доллардың қысымын сезінуде. Сондықтан көреміз әрмен қарай қандай жағдайлар болатынын, бірақ жалпы есебімен айтқанда қысым жалғаса беруі әбден мүмкін, иә. Дәл осыған ұқсас бір жағдай канадалық долларға да қатысты. Канадалық доллар үшін негізгі драйвер бұрындағыдай мұнай болып қала береді. Мұнай бағасының тұрақтануы канадалық валютаға қолдау көрсетіп отыр, дегенмен ФРЖ-ның қатаң риторикасы америкалық доллардың позициясын күшейтуде. Осы екі фактордың нәтижесінде америкалық және канадалық доллар жұбы айтарлықтай бағытсыз саудалануда, және жаңа импульсті күтіп жатыр. Сондықтан көреміз. Бірақ әзірге енді қысқа мерзімді перспективаларда алатын болсақ, америкалық доллар жалпы есебімен айтқанда болса, канадалық валютаға қатысты күшті курсты сақтап жатқанын көріп отырмыз. Енді әрмен қарай алтын нарығында да инвесторлар пайда фиксациясына көшуде. Аптаның басында алтын қауіпсіз актив ретінде сұранысқа ие болды, алайда ФРЖ отырысынан кейін доллардың нығаюы мен облигациялар кірістілігінің жоғары деңгейде сақталғаны бағалы металдың өсуін тежеді. Соған қарамастан көптеген халықаралық инвестициялық қорлар алтынды ұзақ мерзімді сақтау қорғау құралы ретінде жалғастыруда, әсіресе геосаяси тәуекелдер сақталған жағдайда бағалы металға деген қызығушылық жоғары болуы мүмкін. Қор нарықтарында аралас динамика байқалуда. Америкалық индекстер аптаны рекордтық деңгейлерге жақын аяқтауда. Инвесторлар жасанды интеллект секторындағы өсімге және компаниялардың табыс көрсеткіштеріне оң баға беріп жатыр. Сонымен бірге жоғары мөлшерлемелердің ұзақ уақыт сақталуы экономикаға әсер етуі мүмкін деген алаңдаушылық толық жойылған жоқ. Саяси жаңалықтарға келсек, ақш әкімшілігі осы аптада халықаралық сауда бағыттарының тұрақтылығына және энергетикалық қауіпсіздік мәселелеріне қатысты бірнеше мәлімдеме жасады. Сонымен қатар әлемдік жетекші орталық банктердің өкілдері инфляциямен күрестің аяқталмағанын тағы да атап өтті. Бұл нарыққа маңызды сигнал береді. Әлемдік қаржы жүйесі әлде жоғары мөлшерлемелер кезеңінде өмір сүріп жатыр, және орталық банктер саясатты жалпы тез өзгертуге дайын емес. Осылайша аптаның басты қорытындысы айқын көрінеді. Федералдық резервтік жүйесі сақтық ұстанымымен сақталып қалды. Доллар күшті болып қала беруде, ал инвесторлар енді шілде айындағы жаңа экономикалық деректерді күтетін болады. Алдағы аптада нарықтың назары ақш еңбек нарығының көрсеткіштеріне, инфляциялық статистикаға және орталық банк өкілдерінің жаңа мәлімдемелеріне ауысуы мүмкін. Осылай, достар, бүгінгі кішігірім брифинг аяқталды. Назарларыңызға үлкен рахмет. Егер Форекс нарығындағы жаңалықтарды жібере алмаймын дейтін болсаңыздар, міндетті түрде Амаркестің Telegram және Instagram парақшаларына жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Онымен қатар әрине де біздің YouTube арнамызға жазылып хабарламаларды қосып алуды да ұмытпаңыздар. Келесі брифинг барысында кездескенше сау болыңыздар.